Қайырлы кеш. Сізге қоятын сұрағым, Қазақстанда қоқысты сұрыптау деңгейі қаншалықты қалыптасқан? Қайырлы кеш. Қазақстанда бұл мәдениет өте төмен дамымаған десек болады. Өйткені көп Қытай елінен келген азаматтар айтады екен. Мына қазақтар өзінің қандай бай жерде жүргенін білмейді екен деп ше. Просто қоқысқа қарап айтады екен. Қоқыстан бөлек бізде қандай заттарымыз бар, соны өндіріп, соны қолдана алмай жатқанымыз өкінішті. Соны қолға алуды сұраймыз. Қоятын сұрағым, қазіргі Қазақстанда қоқысты сұрыптау мәдениеті дамыған ба? Қайырлы кеш. Бізде Қазақстанда өкінішке орай қоқысты сұрыптау әлі дамымаған, өз деңгейінде емес деп ойлаймын. Себебі, мысалы, батыстық шетелдік мықты дамыған елдерді қарасақ, оларда әр көшелерінде жаңағыдай қағаз, пластик, шыны деп бөлінеді ғой. Сол қоқыстарды арнайы жәшіктерге салады. Адамдардың сана сезімі өте жоғары, мәдениеті де жоғары. Бізде өкінішке орай қарасақ, мысалы, саябақтарда, көшелерде әлі күнге дейін қоқыстар жатады. Мысалы, ішім күйеді соған. Неге осылай тастайды екен? Урнаға, жәшікке тастауға болады ғой. Сол енді менің айтарым, барлық жастарды, барлық оқушыларды қоқысты жәшікке тастап, табиғатты ластамауға шақырамын. Мы будущее Казахстана, поэтому мы должны следить за природой и делать все, чтобы в будущем природа была чиста. Поэтому надо сортировать мусор, надо следить за этим, потому что мы есть будущее.